Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы ұйғыр самсасын жасап көретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қоса отырыңыз. Ол үшін алдымен електен өткізілген 500 грамм ұнымызды ыдысымызға салып, үстіне 200 грамм тоңазытқышта тұрған сары майымызды салып, құм тәріздес масса жасап аламыз. Ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді қамыр илеу үшін бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамызды, 1 шай қасық тұзымызды және 150 грамм 20% қаймағымызды салып, үстіне 100 грамм суық суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сұйықтығымызды енді жаңағы массамыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді осының бетін көлеңкамен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз тыныққанша арасына жағатын майымызды дайындаймыз. Ол үшін 150 грамм қойдың майы мен 150 грамм сары майды араластырып ерітіп аламыз. Мен салмасына асқабақ, картошка және пияз қосып істейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңызша етпен немесе тауық етімен жасасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, жұқа қамыр жаятын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан тез әрі оңай жайылады. Қамырымыздың бірінші бөлігін жайып болғаннан кейін арасына жақсылап ұн сеуіп, бөлек алып қоямыз. Сөйтіп екінші бөлігін жаюға кірісеміз. Екінші бөлігінде дәл осылай жайып алатын боламыз. Екінші бөлігін жайып болғаннан кейін арасына жаңа ерітілген сары майымыз бен тоң майымызды жағып, жақсылап орайтын боламыз. Орап жатқан кезде арасында ауа қалмауын қадағалаймыз. Егер арасында ауа қалатын болса, қамырымыз ойдағыдай шықпай қалады. Қамырымызды жақсылап орап, пакетке салып, морозильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Неғұрам ұзақ тұрған сайын соғұрлым қамырымыз жақсы болады. Тыныққан қамырымызды пакеттен шығарып, таразыға өлшеп 30-35 граммнан бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліп аламыз. Барлық қамырларымызды жайып болған соң, ішіне салмамызды салып, осылай шет-шетіне су жағып, қайтарып, шетін баса отырып түйетін боламыз.
Барлық самсаларымызды осылай шетін басып отырып түйіп шығамыз. Алдын ала духовкамызды 170-180 градусқа қыздырып қоямыз. Самсаларымызды түйіп болған соң, бетіне бір жұмыртқаны жақсылап араластырып жағып, қалауларыңызға қарай бетіне күнжіт мак сеуіп безендірсеңіздер болады. Мінекей самсаларымызды толықтай біттік, енді тек пісіріп алу ғана қалды. 170 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Нәтижесінде осындай қытырлақ дәмі ауызда еритін самсаларымыз пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет. Келесі видеода кездескенше.